Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін 3-5 литрлі қозғалтқышы бар. 2007 жылы Камри автокөлігі келген. Оталуында ақау бар деп. Соған диагностика жасап көргенбіз. Сол жөнінде қысқаша видео көрсете кетейік, бәлкім біріңе керек болар. Профиль подключениеден Камри автокөлігін таңдадық. Сосын барып қосылуды бастық. Қосылу жүріп жатыр. Успешно подключен дейді, сәтті қосылды дейді. Содан кейін ошибка бөліміне, яғни ақау бөліміне кіреміз. Сосын астын оқуды басқан кезде бізде 3 ақау шығып тұр. Екінші және үшінші тұрған ақау ол лямбда зонд ақауы. Бірінші тұрған неисправность первичной, вторичной цепи катушки зажигания F дейді. Астында нажмите, чтобы найти расшифровку в интернете дейді, яғни интернетте ғаламтордан бұл ақаудың себебін анықтауды жолы. Үстінен бассақ, бізге сол не себепті бұл ақау шығып тұрғанын көрсетеді. Ғаламторға өттік. Осы жерде міне себебін анықтауға болады. Барлығы орысша, енді бір өкініштісі. Дегенмен түсінуге болады. Бірінші тұрған сілтемеге өтіп көрейік. Неисправность первичной, вторичной цепи катушки зажигания 6-го цилиндра. Яғни 6-шы цилиндрдегі тұтамды катушкасын, оталу катушкасын ақау бар екені дұрыс жасамай тұрғандығын көрсетіп тұр. Біз кейін қарай шықтық, міне очистить бөлімін бастық. Кейін тазаладық. Бас мәзірге қайтадан өттік. Қайтадан тексеріп көреміз. Оталып тұр көлік. Әлгі лямбда зонд ақауы кетті. Мына катушка зажигания, яғни оталу катушкасында ақау қайта шығып тұр. Яғни бұл катушканы ауыстыру керек дегенді білдіреді. Біздер катушкасын оталу ауыстырып көрдік, содан кейін бар бұл ақау кетті. Содан кейін көлік қалыпты жұмыс жасады. Осы жөнінде кішігірім видео, бәлкім керек болар. Келесі видеоларда көріскенше аман саулықта болайық.